Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatli jamaatul muslimin. Allah subhanahu wa ta'alaға сансыз шүкірлер болсын. Allah Taala нәсіп етіп, мына және бір сабаққа жеттік. Allah subhanahu wa ta'ala алып жатқан білімімізді арттырсын. Білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын Алла нәсіп етсін. Құрметті жамаат, біз имам Термизи рахматулла алейхтің Шамаил Мухаммадия кітабын өтіп жатыр едік. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның жеке өзіне қатысты болған мәселелер, Пайғамбар алейхиссаламның түр тұлғасы, бейнесі, Пайғамбар алейхиссаламның іс әрекеті жайында жазылған кітап Шамаил Мухаммадияны өтіп жатыр едік. Біз соның, құрметті жамаат, өткен сабақта Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірі жайындағы, дәлірек айтқан кезде өміріндегі кейбір оқиғалар, көрген қиыншылықтары, сол қиыншылықтарға сабыр еткендігі жайында тақырыпты өттік. Жалпы, құрметті жамаат, біздің кітабымыз соңына таяп келе жатыр. Осы уақытқа дейін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның түр тұлғасы, Пайғамбар алейхиссаламның нені жақсы көргендігі, неден сақтанғандығы, қандай өмір сүргендігі жайында өттік. Бүгінгі сабақтан бастап, құрметті жамаат, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмір жасы, яғни қанша жыл өмір сүрді, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның дүниеден өтуі, яғни дүниеден өтер уақыт жақындаған кездегі халі қандай болды, дүниеден өткеннен кейінгі іс әрекеттер, яғни сахабалардың атқарған, яғни солар жайында келеді иншалла. Жалпы, құрметті жамаат, бүгінгі сабағымыз Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мүбәрәк жасы жайында. Пайғамбар алейхиссалам қанша жыл өмір сүрді, сол жайында келген хадистерді үйренеміз. Өйткені, құрметті жамаат, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмір жасы жайында әңгіме болған кезде біз 63 жас деп осы уақытқа дейін үйреніп келдік, және де сол нәрсені, соны ғана біз білеміз. Яғни одан басқа риуаятты, құрметті жамаат, көпшілігіміз біле бермейміз. Яғни Пайғамбар алейхиссаламның өмір жасы, мысал үшін, кейбір риуаяттарда 60 жасқа келгенде дүниеден өтті деп келеді, кейбір риуаяттарда 65 жас деп келеді. Яғни біз көпшілігіміз ол риуаяттарды, немесе сол жайында келген хадистерді біле бермейміз. Иншалла, бүгін сол жайында келген хадистермен танысамыз. Жалпы, құрметті жамағат, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жасы жайында көпшілік ғұламаның ұстанымы, яғни тоқтамы 63 жас деп келген. Яғни соған тоқтаған. Бірақ кейбір риуаяттар бар, жаңағы айтып өткендей, Пайғамбар алейхиссаламның жалпы жасы жайында 3 түрлі риуаят келеді екен. Яғни ғалымдардың 3 түрлі пікірі келеді. Біріншісі, сол біз үйреніп қалған, немесе көп естіген, өзімізде сол жасты білетініміз 63 жас. Яғни Пайғамбар алейхиссалам 63 жас өмір сүрді, 63 жасында дүниеден өтті деп біз үйренгенбіз, яғни соны білеміз. Екінші риуаят, құрметті жамағат, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеде 60 жыл өмір сүрді деген риуаят келеді. Енді бұл риуаятты білмеген адам 60 жыл осындай өмір сүрді деген хадисті, немесе сондай пікірді естісе, кейде қатты кететін, сондай бір өзінікіні мақұлдайтұғын кейбір адамдар болады. Яғни пікір таластың соңы жағаласуға, немесе сөзге келіп қалуға дейін барып қалады. Бірақ, құрметті жамағат, біз білуіміз керек, 60 жас деген де пікір бар екен. Үшінші риуаят, құрметті жамағат, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның 65 жыл өмір сүрді деген риуаятта келеді екен. Қараңыз, 60 жыл, 63 жыл және 65 жыл.
Үш түрлі осы риуаяты келеді. Жалпы құрметті жамаат, 60 жыл деген пікірді ұстанғандар Мекке дәуіріні, яғни Меккеде білесіздер 13 жыл тұрды. Ислам уахи келгеннен бастап 13 жыл пайғамбар алейхиссалам Меккеде тұрды. Сол 13 жылда құрметті жамаат кейбір ғалымдар 10 жыл деп есептейді. Яғни 10 жыл деп айтады. Не үшін деген кезде құрметті жамаат өздерде енді көп пікірлер бар. Соның бірі пайғамбар алейхиссаламға тарихта бар, білесіздер, біраз уақыт уахи келмей қалады. Арада біраз уақыт уахи келмей қалған. Сол уахи келмей қалған уақытты, аралықты кейбір ғалымдар айтады, 3 айдан 3 жылға дейін деген ғалымдар бар екен. Яғни сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Меккеде тұрған кезінде 10 жыл тұрды дегені 10 жыл уахи келді деген мәселеде айтылады екен. Жағы 3 жыл уахи келмей қалды дегенді қоспай дегенде содан кейін 10 жыл деп айтылады. Соның есебінен құрметті жамаат жағы 3 жылды алып тастайтын болсаңыз, онда 60 жыл келіп шығады. Екінші бір пікір құрметті жамаат, арабтарда сондай бір сенім бар екен, яғни сондай бір ереже деп айтылады ғой. Өз халқының өзінің дәстүрі, салты 60 жылдан 70 жылға дейінгі аралық болатын болса, 60-тан кейін 70 келеді ғой. Сол аралықта егер 65-тен арғарай кететін болса, онда 70-ке жақын болады тағаны 70 жас деп қоя салады. Егер оған 65-ке жетпей қалса, онда 60 жас деп қоя салады. Яғни үстіндегі артық нені айтылмайды. Өзінің салтында, олардың дәстүрінде, жөн жоралғысында сондай нәрсе бар екен. Сол үшін де кейбір ғалымдар айтады, сондықтан мынау Меккедегі 13 жыл дәуірді 10 жыл деп есептеген деп айтады. Яғни сондай түрлі пікірлер келеді. Сондықтан да құрметті жамаат жаңа айтып жатқан 3 жылды алып тастайды тағыны 60 жыл деп риуаятта жалпы айтылған кезде айтылып кете береді. Үшінші жағы айтып жатқан құрметті жамағат 65 жыл деп айтылған не үшін дегенде, бұл қаулде, яғни бұл пікірде туылған жылы мен қайтыс болған жылды толық есептейді екен. Мысалы бізде айды есептеген кезде жылдың жартысынан ары қарай туылса, мысалы пәлен жыл туылған, бірақ мына айда деп тұрып содан былай қарай есептейді ғой. Бірақ жаңағы айтып жатқан сол жылдың басынан бастап толық бір жыл есептейді дегенде, одан қайтыс болған жылды толық бір жыл есептейді деген. Сонда қарасаңыз, құрметті жамағат, және де кейбір ғалымдардың пікірі бойынша туылмай тұрған кездегі уақытында қосып жіберсе, 65 жыл шығып кетеді екен. Сол үшін сол жақтарыны есептеп келіп тұрып, жағы 65 жыл деп айтқан ғалымдар сондай пікірді ұстанғандар да бар екен. Жалпы құрметті жамаат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жасы жайында келген бөлімдегі бірінші хадис Ибн Аббас разияллаху анхуден келеді. Ибн Аббас разияллаху анху айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам нубуаттан кейін, яғни жаңа пайғамбарлық уахи келгеннен кейін, енді оған дейінгін айтып жатқан жоқ, содан кейінгін айтып жатыр. Яғни пайғамбарлық уахи келгеннен кейін 13 жыл Меккеде тұрды. Бұл уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға уахи түсіп тұрды. Және Мәдинаға келгеннен кейін 10 жыл тұрды. Мәдинада жасы 63-ке келгенде дүниеден өтті деп айтқан екен. Енді ең көп ғалымдардың ұстанған ұстанымы, пікірі, тоқтамы, яғни осы хадиске келіп тақылады. Яғни пайғамбар алейхиссалам жалпы 63 жасында дүниеден өтті деген. Кейінгі хадис, құрметті жамағат, Муавия разияллаху анхуден келеді. Муавия, білесіздер,
пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан кейін Абу Бакр халифа болды, одан кейін Умар, одан кейін Усман, одан кейін Али, Алла ол кісілерден разы болсын, халифа болды. Сол Алиден кейінгі халифа осы Муавияны айтады. Бірақ арада, құрметті жамаат, пайғамбар алейхиссаламның басқа тарихтарында да келеді. Менен кейінгі халифалық 30 жыл дегені хадисі бар. Сол хадисті есептеген кезде 29 жылдан асады. 4 халифаның халифа болып тұрған кезі 29 жылдан асады. 29 жыл 4 ай деп айтады негізі жалпы ғалымдар. 6 ай арада пайғамбар алейхиссаламның немересі болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол немересіні тірілік кезінде айтқан бір сөзі бар. Яғни соның себебінен үлкен бір соғыстың немесе көп мұсылмандардың қайтыс болып кетуінің алдына алатындығы жайында келген мағынада хадис бар. Сол хадисте, құрметті жамаат, пайғамбар алейхиссалам өзі тірі кезінде айтып кеткен. Сол хадиске байланысты немересі халифа болып тұрған кезде Муавия ортасында енді түрлі бұл жерде тарихшылар жалпы пікірлерді ұстанады, яғни әр түрлі мәселелер келтіреді, бірақ жалпы исламда мұсылмандардың ортасында бөлінушілік пайда болды ғой. Осман разиаллахудан кейін бөлінушілік пайда болды. Сол кезде бөлінушіліктің көп мұсылмандардың яғни екі топқа бөлініп соғысуға дейін барып қалғандығы, солардың алдын алу мақсатында пайғамбар алейхиссалам немересі халифалықтан бас кешеттағаны Муавия халифа болады. Сол 4 халифадан кейінгі халифа Муавия деп сол үшін айтылады. Яғни сол Муавия разиаллаху анху халифа болып тұрған кезде бір хутбасында, яғни хутба жасап тұрған кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 63 жасында дүниеден өтті. Абу Бакр және Омар разиаллаху анхулер екеуі де сол жасында дүниеден өтті. Және мен де әзір 63 жасындамын. Яғни үмітім менің де, яғни сол кісілердің жолынан еруім деген мағынада келтіреді. Яғни сол жаста дүниеден өту нәсіп болар мекен деген пікірді айтады, ойды айтады. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жаңағы айтып жатқан осы хадисте де алдыңғы Ибн Аббас разиаллаху анхудың хадисінде де келген, және көпшілік мұсылмандардың пікірі бойынша 63 жас пайғамбар алейхиссалам сол жасында дүниеден өтті. Одан кейін Абу Бакр, яғни пайғамбар халифа болды, ол кісі де 63 жасында дүниеден өтті. Одан кейін Омар разиаллаху анху халифа болды, ол да 63 жасында дүниеден өткен. Енді Осман разиаллаху анху бұл жерде ұзағырақ өмір сүрген, 80 жастан асығырақ өмір сүрген. Али разиаллаху анхудың өмірі жайында енді пікірлер бар. Яғни біреулер 58 сондай жастарын айтады, біреулер 63 жасында деп айтады, біреулер одан да асық өмір сүрген деп айтылады. Бірақ жалпы бұл жердегі Муавия разиаллаху анхудың айтып жатқаны, пайғамбар алейхиссалам 63 жасында дүниеден өтті. Оның артынан ергескен Абу Бакр, оның артынан ергескен Омар разиаллаху анхулер 63 жасында дүниеден өтті. Мен де сол адамдардың арқасынан ергескен халде жақсылардың артынан еру деп айтылады ғой жалпы. Яғни сол жақсылардың артынан ергескен халде сол 63 жасында дүниеден өтсем керек, сол нәрсе нәсіп болып қалса деп, яғни үміт қылған. Бірақ Муавия разиаллаху анху кейбір риуаяттерде келтіреді, 70 жасынан асқан кезінде дүниеден өтті деп айтылады. Бұл құрметті жамағат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның және Абу Бакр, Омар, Алла ол кісілерден разы болсын, 63 жасында дүниеден өту мәселесінде мына бір риуаятта келтіріледі ғой.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір күні бір бауда салқында құдықтың ернеуі деп айтады ғой, құдыққа аяғыны түсіріңкіреп, яғни сол несінде отырған кезінде сол бауға бір адам есікті қақты дейді. Сонда қызметшіге барып есікті аш және келген адамды ішке кіргіз деп айтты. Сөйтіп кіргізген кезде қараса Абу Бәкір екен дейді. Абу Бәкір келіп отырады, яғни ол да құдыққа аяғын салаңдатып отырып, түсіріп отырады. Сәлден кейін және есік қағылады, Омар келеді. Омар және пайғамбар алейхиссалам жаңағы есік қағылған кезде де айтады, яғни келген адамды шақыр, ішке кіргіз деп. Яғни Омар разиаллаху да келеді де, құдыққа ол да отырады. Сәлден кейін және бір есік қағылған кезде ішке кіргіз, шақыр, яғни шақыр, ішке кіргіз деп айтылады. Содан кірген кезде Осман разиаллаху анху екен дейді. Бірақ Осман разиаллаху анху келген кезде енді құдықтың ернеуінде, яғни алдында үшеуі отырды ғой, төртінші адам сыймай қалды дейді. Осман разиаллаху яғни бір шетке, яғни неге отырды дейді. Содан келіп шығып кейбір ғалымдар айтады, сол уақиғаның өзі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан кейінгі бірінші халифа Омар болатындығы, Абу Бәкір болатындығы, екінші Омар болатындығыны білдірсе, және бір хадистен алынатын, яғни мағына үшеуінің жасы бірдей болатындығыны сол іс әрекет, яғни сол уақиғада білдіреді деп айтады. Жалпы құрметті жамаат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 63 жасында дүниеден өткендігі, және де Омар, Абу Бәкір және Омар разиаллаху анхулерде 63 жасында дүниеден өткендігі. Кейінгі хадис құрметті жамаат Ибн Аббастан келеді, және Ибн Аббас разиаллаху анху айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 65 жасында дүниеден өтті деген риуаятты келтірген. Бірінші хадисте құрметті жамаат қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды осы бөлімдегі бірінші хадисті, алдыңғы хадисті еске алып өтетін болсақ, Ибн Аббастан келді. Бірақ Ибн Аббас ол жерде Меккеде 13 жыл, Мединада 10 жыл, жалпы пайғамбар алейхиссалам 63 жасында дүниеден өтті деген еді. Бірақ мына екінші хадисте келіп жатқандығы, бұл құрметті жамаат 65 жасында деп айтып жатыр. Біз құрметті жамаат, енді бұл және бір хадис келген бұл бөлімде, бірақ мына кітабымызда жазылмай қалған. Баспада өйткені қайталанған хадистерді кейбір жерлерде шыға алып тастайды. Бірақ сабағымыздың басында құрметті жамаат, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жалпы бейнесі деген көрінісі, тұлға түрі деген жерде пайғамбар алейхиссалам орта бойлы еді, ұзында қысқада емес еді, аппақта емес еді, қарада емес еді, шашы тіке емес еді, немесе бұйраланған емес еді деп келген хадистің соңында пайғамбар алейхиссалам 60 жыл өмір сүрді деген риуаят келген еді. Яғни содан келіп шығып, жаңағы сабағымыздың басында айтып өткеніміз, құрметті жамаат, жалпы ғалымдардың пікірі жаңағы 60 жас деп келеді, 63 жас деп келеді, немесе 65 жас деп келеді. Бірақ жалпы ең оның мәшһүрі немесе көпшілік ғалымдардың тоқтамы 63 жас екендігі. Жалпы құрметті жамаат, бізде мынандай бір мәселе бар. Енді бұны әр түрлі пікірде айтылып жатады. 63 жасқа келген кезде пайғамбар жасы деп кейбіреулер ас беріп, жиын жасап жатады. Енді оны көпшілік көрген шығарсыздар, естіген шығарсыздар. Жалпы құрметті жамаат, бұл жерде көп пікір бар. Яғни біріншіден пайғамбар жасы деп айтатын болса, пайғамбарлық келген жас деп есептейтін болса, онда пайғамбарлық 40 жасында келді. Пайғамбар алейхиссалам 63 жасында құрметті жамаат дүниеден өтті. Ал енді пайғамбар алейхиссаламның арқасынан ерген Қожа Ахмет Яссауи, яғни бабамыз 63 жасында, ол пайғамбарлық жасы деген жоқ. Пайғамбар алейхиссалам 63 жасында дүниеден өтіп кетті, яғни жердің астына қойылды. Сол үшін менде ол 63-тен ары қарай
жердің бетінде жүруді құп көрмеймін деген мағынада ол кісі де жердің астына кірді. Бұлай қарасаңыз, құрметті жамағат, яғни ойлап пікір қылсаңыз, ғалымдар 63 жасты пайғамбар жасы деп емес, пайғамбар алейхиссалам дүниеден өткен деп есептеп, яғни соған байланысты амал жасаған. Бұл, құрметті жамағат, пайғамбар жасқа келіп, жағы ихсан қылу, жағы адамдарға ас беру мәселесі, құрметті жамағат, егер бұл жерде шариғаттың талабы деп тұрып, яғни шариғатта осы нәрсе бар деп тұрып істейтін болса, онда кейбір ғалымдар айтады, ол адам күнәһар болып қалады дейді. Өйткені шариғаттағы жоқ нәрсені кіргізіп жатқандығы. Жоқ, егер жоқ, мен Алла Тағала осынша жыл өмір берді, соған шүкіршілік есебінде деп беретін болса, онда ол болады. Өйткені Алланың разылығы үшін деп тұрып шүкіршілік есебінде ихсан қылу шариғатта бар. Бірақ жағы шариғатта осы нәрсе, яғни пайғамбар алейхиссаламның жасына жеткеннен кейін ихсан беру керек екен деп тұрып, соны құрметті жамағат міндетті қылып алып тұрып беретін болса, ол дұрыс болмайды. Яғни осы нәрсені біз жақсы түсінуіміз керек. Бұл, құрметті жамағат, шариғат бізге қиыншылықты, ауыртпашылықты жүктемейді. 63 жасқа келген кезде міндетті түрде ас беру керек. Бұл пайғамбар жасы, сол үшін ихсан беру керек деп шариғат жүктемейді. Бірақ шүкіршілік есебінде Алла Тағала осынша өмір берді, осынша рызық несібе берді. Мысалы үшін перзенттерім бар, енді 63 жасқа барғаннан кейін немере сүйіп қалады, немерелерім бар. Алла Тағала осынша ұрпақ берді деп тұрып, шүкіршілік есебінде ихсан берем десе, онда ол басқа мәселе. Ол болады. Осы нәрсені, құрметті жамағат, біз жақсы түсінуіміз керек. Сол үшін, құрметті жамағат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмір жасы жайында жалпы 3 пікір бар екендігіні, яғни біз білейік. Бұны білуден мақсат, жаңағы айтылғандай, мына хадисті, яғни Ибн Аббас разияллаху анхудың пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 65 жасында дүниеден өтті деген хадисті біреу айтып қалса, сен не деп жатырсың деп тұрып, онымен таласып, жағы оны көпшіліктің ішінде сен дұрыс нәрсе істемедің, дұрыс нәрсені айтпадың, сен бидғатшысың деген сияқты қатты кеткен адамдар болады. Бірден сен бидғатшысың, сен жаңалық шығарусың деген сияқты айыптап кетеді. Сол сияқты айыптап жібермейік. Өйткені ондай пікір шариғатта бар. Яғни 60 жас, 63 жас және 65 жас дегені. Алла субханаху ва тағала жалпы алып жатқан білімдерімізді арттырсын. Пайғамбар алейхиссаламға деген махаббатымызды арттырсын. Өйткені, құрметті жамағат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның, құрметті жамағат, кім егер жақсы көретін болса, біз кейінгі сабақта өтетін жағдай, яғни пайғамбар алейхиссаламның дүниеден өтуі жайындағы тақырып келеді. Пайғамбар алейхиссаламның бір хадисі бар. Егер кімнің басына бір мусибат келсе, яғни бір қиыншылық келетін болса, онда менің дүниеден өткенімді есіне алсын деген. Яғни мұсылмандар үшін пайғамбар алейхиссаламның дүниеден өтуінен артық мусибат жоқ деген мағынада. Сондықтан, құрметті жамағат, пайғамбар алейхиссаламды ғалымдар айтады, кім егер шынайы жақсы көретін болса, шынайы түрде пайғамбар алейхиссаламды сүйсе, онда жаңа айтқандай, кім басына бір қайғы түскен кезде, басына бір іс түскен кезде, бірден пайғамбар алейхиссаламды еске алады, және де сол пайғамбар алейхиссаламның дүниеден өтуінен артық мен үшін мусибат жоқ деп тұрып, өзіні тоқтатады, өзіні басады дейді. Алла субханаху ва тағала, құрметті жамағат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды түсімізде көруімізді, енді әлбетте өңімізде көре алмаймыз, бірақ пайғамбар алейхиссаламды түсімізде көруімізді нәсіп етсін. Өйткені пайғамбар алейхиссалам хадисі бар, егер кімде-кім мені түсінде көрсе, өңінде көргендей болады деген. Және де ақыретте пайғамбар алейхиссаламның шапағатына лайықты болуды баршамызға нәсіп қылсын. Алла баршаңыздан разы болсын, екі дүние жақсылығын берсін. Алла субханаху ва тағала екі дүниеде жүзімізді жарық,
мәртебемізді биік болуын нәсіп қылсын. Алла баршаңыздан разы болсын.